Екінші диалог. Тыңдаңыз. Сіз қызмет істейтін банк қай жылы құрылған? Бұл акционерлік қоғамы 1988 жылғы 19 қыркүйекте құрылған және Қазақстанның алғашқы коммерциялық банктерінің бірі болып табылады. Республика көлемінде қанша филиалдарыңыз бен бөлімшелеріңіз бар? Банктың республикамыз бойынша кеңінен тараған ауқымды филиалдық желісі бар. 100-ден астам филиалдар мен бөлімшелер арқылы заңды тұлғалар және жеке адамдарға қызмет көрсетіледі. Сіздерде қандай жеңілдіктер мен мүмкіндіктер бар? Банк ішінде бизнес клиенттерге теңгемен және валютамен тегін ақша аудару. Банктың бірегей қызметі жедел түсім жүйесі компанияларға Қазақстанның әр алуан аймақтарындағы жеке тұлғалардан төлемдер мен түсімдерді жеңіл әрі тез жинауға мүмкіндік береді. Сіздер түскі үзіліске жабыласыздар ма? Жоқ, банк өз клиенттеріне түскі үзіліссіз қызмет көрсетеді. Диалог аяқталды.